Сәлем достар, бізбен айнадыңыздар, қош келдіңіздер. Міне бүгін біз распаковка жасайтын боламыз. Мынандай видеокарта маған келді. Asus ROG Strix Gaming 4090 GeForce RTX 24 гигабайт. Және менде видеокарта болмай отырды алдында. Сосын ойыннан алмай жүрдім. Енді сол мына жаққа, мына компьютеріне сол видеокартаны салатын боламыз бүгін. Көрейік, кәне. Так. İyisi yerim için burada. Чиси. Не қандай? RTX 4090. Екі HDMI порты бар. Сосын мына жақта дисплей порттар. Ауыр екен. Питание бар екен. Asus'un ise қағаз. Наклейкалары. Инструкциясы. ROG-дің Strix. Да, кабель питания. Новый кабель. Және сен ондай подставкасы. Видеокартаны қойғанда астына осыны қоясың. Видеокартаны алып, оны ұстап тұру үшін. Затворите. Ручка выдает. Ух ты, аура, ё-моё, мына бір ғой. Енді топовый карта ғой. Топовый карта. Мына жаққа қазір салатын боламыз. Компьютерге. Так. Надо алайық. Слышно, алмай қалдым.
Красавчик. Жоқ. Үлкен иісі бар прям. Şimdi компьютерге орнатамыз. Осындай 4090 деген RTX Asus'тан ең топовый карта осы дейді енді барлығынан да жақсы. Бірақ негізі RTX 4090'ның бәрінің чиптері бірдей. Былай жаманы жоқ, ал любой аласаңыздар, мынау самый сол хваленный, да? Все. Вот смотри. Intel.com запустил. RTX 4090. Видите. Бұл менде достар осылай қондырдық RTX 4090-ды. Просто простойный температурасы қанша болып тұр оның. Қазір мен сізге көрсетейін. Ашымен простойный температурасы оның 32 градус. Қатты қызыватқан жоқ. Енді қазір енді не жоқ қонды. Задача жоқ ешқандай тапсырма. Просто өзің тұрған 28 градус. Қызып тұрған жоқ. Міне осылай RTX 4090 осылай орнатылады негізі. Осындай үлкен подставкасымен қойылады. Негізі RGB подсветкасы өзінің жақсы әдемі. Негізі маған ұнайды. Сіздерге де осындай карта бұйырсын RTX 4090. Қош сау болыңыздар.